Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қол жетімді азық-түлікпен осындай өте керемет, өте дәмді салатты жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі картоп, қызанақ, қияр, сыр, майонез және де тауықтың еті. Ең алдымен біз картоптарымызды осылай теркадан өткізіп аламыз. Осылай болып шығады. Енді қызып тұрған майға қызарғанша қуырып аламыз. Майымыз өте қатты қызып тұру керек. Және де аз мөлшерден салып отырыңыздар. Егер көп мөлшерден салсаңыздар, картоптарымыз бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Міне осылай сарғайғанша қуырып аламыз. Біздің картоптарымыз дайын болды. Енді біз тауықтың етін осылай ұзынша турап шығамыз. Қиярларымызды да ұзынан турап аламыз. Қызанағымызды, яғни помидорымызды да ұзынан турап шығамыз. Ал сырды теркадан өткіземіз. Барлығын дайындап қойдық, енді біз тарелкамызға жинап аламыз. Ең бірінші тауықтың етін саламыз. Оның үстіне майонезімізді жағамыз. Одан соң помидорымызды, үстінен тағы да майонез қосамыз. Оның үстінен сыр, майонез, огурцы, яғни қияр. Тағы да майонезімізді жағып, дәл осылай тағы да бір қайталап шығамыз. Міне барлығын салып алдық. Енді майонезімізді жағып, жақсылап. Оның үстінен біз жаңағы қуырып алған картоптарымызды бір тегіс етіп бетіне жайып шығамыз. Мінеки дайын болды достар. Өте оңай дайындалады және де үйдегі барлық қол жетімді азық-түлікпен жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Салатқа қосылған азық-түліктер барлығы бір-бірімен өте үйлесімді болып шығады. Және де кез келген дастархандарыңыздың көркін ашады. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.